сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Фонематикалық есту қабілеті дегеніміз не? Фонематикалық есту қабілетін дамытудың бірнеше жолдарымен таныс боласыздар, білетін боласыздар. Бүгінгі таңда мынау фонематикалық есту қабілетін жалпы қалай дамытуға болады? Оны не үшін дамыту керек? Қандай пайдасы бар, қандай зияны бар, қандай кері әсері бар, яғни дамытпаса не болады деген сияқты сұрақтар өте көп. Енді сіздер соны білетін боласыздар. Фонематикалық есту қабілеті дегеніміз ол адамның, баланың жалпы ана тіліндегі дыбыстарды дұрыс айтылуын, ажырата білуін, мағынасын білуін айтамыз. Енді фонематикалық есту қабілеті не екенін білдік қой, жалпы дыбыстың, баланың өзінің ана тіліндегі дыбыстардың ажырата білуін, дыбыстарды ажырата білуін, мағынасын білуін. Енді фонематикалық есту қабілетін дамытпасақ не болады? Не үшін дамыту керек? Фонематикалық есту қабілетін дамыту ол баланың алдағы уақытта, болашақта мектеп кезеңінде, мектептегі кезеңдерде жалпы диктант жазады. Сол диктант жазу барысында өте көп қате жіберіп жатады балалар. Диктант барысында, жазу барысында, сол диктанттардағы қателерді жібермеу үшін біз осы фонематикалық есту қабілетін дамыту керекпіз. Яғни, осы фонематикалық есту қабілетімен жұмыс жасамасақ, яғни сол бастауыш сыныптағы жаңағы диктанттардағы қателерді өте көп жіберетін кезең болып табылады. Яғни, өте көп қателер жібереді. Жаңа фонематикалық есту қабілетін дамытудың жолдары дедім ғой. Қай кезеңдерден бастап, не үшін дамытатынын білдік, қай кезеңдерден бастау керек, Жалпы фонематикалық есту бұл 3 жастан бастап негізінде қабылданады, ал бірақ есту қабілетіміз қалыптасады ғой. Ал бірақ, қараңыз, осы фонематикалық есту қабілетімізді жалпы 5 жастан бастап, 4-тен бастап деген, 4-тен бастап дамытсақ болады, яғни дамыту керек. Неге? Себебі, қараңыз, бірақ көбіне 3 жастан бастап дайындыққа жүргізсек болады осы фонематикалық есту қабілетіне. Жалпы 3 жастан бастап қалай дамытсақ болады, осы кішкене фонематикалық есту қабілетін дамытудың бірнеше жолдарына келу үшін. Баланың дайындық кезеңі деп айтайық, фонематикалық есту қабілетіне дайындық кезеңі, яғни ол туылай пайда болады негізінде, Өйткені туыла біз бала анасының сөзін басқа адамдардан ажырата алатын болады, Сосын 2 жас кезеңдерінде, мысалы, бала біледі, жаңағыдай өзіне ұнайтын тәттілерді алып келгенін біледі, сен қанша тығып отырсаң да, ол дыбысынан, қычыр-қычыр деген дыбысынан еститін болады, біліп қояды, Көрдіңіз ба? Ал 3 жастағы балаларға қалай біз дайындық жүргізсек болады, Мысалы, қараңыз, жазып қойдым мен, кім солай сөйлейді деген. Бұл осы ойын түрі бар да, бұл ойын түрін біз қалай жүргізсек болады. Яғни бір 2-3 баланы алып алып, сіз қолыңызға доп алып алыңыз. Доп алып алыңыздағыны балаға былай істейсіз. Жануарлардың аттарын айтасыз, олар балаға допты берген кезде, ол бала соның дыбысталуын айту керек. Мысалы, мен жанындағы балаға берем, допты лақтырам, ол қағып алаптағыны, мен айтам, лақтырған кезде ит дейм, ол қағып алып гав-гав деу керек. Немесе мен гав-гав деп лақтырам допты, ол ит деп айту керек. Яғни осылай балаға дайындық кезеңінде жүргізсек болады. Келесі, енді 4 жастан бастап балаларға мынау фонематикалық есту қабілетін дамытуға арналған ойындарды мен сіздерге таныстырамын. Енді қараңыздар, тыңда да айт деген. Бұл 4 жастан бастап уже баламен жұмыс жасасаңыз болады, балаға ойнасаңыз болады, баламен жұмысты жүргізсеңіз болады. Тыңда да айт деген, сіз мысалы беріп қоямыз балаға қандай? Бір аспап түрлерін айтайық, аспаптың түрлерін ойыншық болсын, неше түрлі бірақ ойыншық болу керек тағына. Мына жер үстелдің үстіне қойып, сіз балаға бірінші әрбір дыбысталудың түрлерін көрсетесіз, қалай дыбысталатынын естіртесіз. Сосын баланың көзін жұму арқылы, немесе теріс отыру арқылы сіз әр дыбысты дыбыстатасыз. Сол дыбыстардың атын бала атай білу керек. Яғни домбыраның
неған кезде домбыра екенін айту керексіз, иә. Жаңа қораптың ішіне салып қойып, затты қозғалту арқылы оның қандай зат екенін сұрату арқылы, иә. Солай тыңда да айт деген ойын жүргізесіз. Келесі ойын шапалақта. Осы шапалақта ойыны балада ең жақсы көмектесетін, және бұл шапалақтаның бірнеше түрін ойнатуға болады. Яғни бұны қарастыруға болады, бірнеше түрге бөліп, яғни бірнеше кезеңдерге бөліп қарастыруға болады. Шапалақта ойында, мысалы қараңыз, бізде балаларда ұқсас, жалпы фонематикалық есту ол ұқсас дыбыстарды ажырата алмау ғой. Ұқсас дыбыстарды ажырата алмауынан осындай жағдайлар туындайды. Жаңағыдай диктанттық қателер, иә, сондай. Және айтылу барысындағы қателер. Енді қараңыз, шапалақта ойында, мысалы, ш дыбысын алайық. Біз ш дыбысының жалпы ұқсас дыбыстан ажыратып білуіміз керекпіз ғой, яғни есту арқылы. Біз ш дыбысына ұқсас с дыбысын қалай ажырату керектігін, дифференциацияны, иә, жалпы біз өткен сабақта айттым. Яғни сіз білесіз, яғни ш дыбысын с дыбысынан қалай ажырату керек екенін. Енді біз есту арқылы қалай ажыратуға болады? Фонематикалық есту қабілетін дамыту үшін қалай осы дыбыстарды дамытуға болатын, шапалақта ойыны арқылы дамытуға болатынын үйренесіз. Ш дыбысын алайық, иә. Сол ш дыбысын сіз артикуляциялық аппараты қалай болу керек, қалай айтылу керек, иә, ауыз қалай, тіл қалай тұру керек, ерін қалай тұру керек, сіз оның барлығын балаға түсіндірдіңіз. Енді ойын арқылы фонематикалық есту қабілетін дамытамыз. Ш дыбысын аламыз. Ш дыбысын аламыздағыны сіз балаға айтасыз, ш дыбысын айтқан кезде сен шапалақтайсың. Сіз енді ш деңіз. Бала сізден кішкене 4-5 қадам ары тұру керектігін сіз айтасыз. Ш шапалақтайды. С, ж, з, ш, с, ш. Осылай шапалақтау арқылы бала не істеу керек? Ш дыбысын ұстап алу керек. Бұл ұқсас дыбыстардан бала ш дыбысын ажыратып үйренеді. Фонематикалық есту арқылы. Фонематикалық есту қабілеті арқылы баладағы осы ш дыбысын шапалақта ойыны арқылы дамытасыз. Келесі, осы шапалақта ойынын бірнеше кезеңдермен қарастыруға болады дедім ғой. Енді тағы бір кезеңін алайық. Енді осы ш дыбысын буында не істеуіміз керекпіз? Ажыратып үйрету керекпіз. Есту арқылы, иә. Енді айтамыз, мысалы, ша буын аламыз. Кез келген шо буынын алыңыз, ши буынын алыңыз, ша буыннан бастаңыз, иә, бірінші. Ша, бала шапалақтайды. Шо, өйткені сіз шаны айтып жатқан жоқсыз ғой. Ши, шу, ше, ша. Осылай жасатасыз. Ол бала ша буынын ұстап алып отыру керек. Және тағы бір кезеңдер шапалақта ойында. Енді осы буындық ойынын ойнадыңыз ғой, буындық жаңағыдай тіркеспен. Енді сөзбен, мысалы, шыдан келетін қандай сөз бар? Шаш деген сөз алайық, иә? Шаш, сас, шаш, қас, шаш. Осылай шаш сөзін ұстап шапалақтау арқылы балаға ойнатуыңыз керексіз. Келесі, шапалақтаның тағы бірнеше түрі бар. Яғни балада бізде мынау жаңағы сөздерде қалыптастырылып қой. Енді ш дыбысын шатастыратын дыбыс қандай дыбыс бар? С дыбысы, иә? Енді сода ш дыбысын, мысалы, шыдан келетін сөзді айтқан кезде қолмен шапалақтау керек, ал сыдан келетін сөзді айтқан кезде аяқпен торсылдату керек. Осылай. Енді қараңыз, мысалы, шыдан келетін қандай сөздерді айтамыз? Қайшы. Бірінші ш дыбысы басына келетін сөздерден бастаңыз. Шана. Аяқ торсылдатпау керек. Екеуін бірдей торсылдатып қойса, сен жаңағыдай түсіндіру керек те балаға. Сен уже екеуін де ұстап қойдың ғой, сен аяқпен де торсылдатып қойдың ғой. Менде бір бал дегенде, менде бір ұпай дегенде. Немесе жаңағыдай смайлик беру арқылы, иә, осылай. Келесі, шаш, сағат, шаңғы, сыбызғы, шана, шымшық. Осылай
шапалақтату арқылы, яғни ұқсас дыбыстардағы енді сөздерден ажырата білуді, яғни шапалақта ойыны арқылы. Көрдіңіз бе? Бір шапалақта ойын бірнеше кезеңдер арқылы жүргіздіресіз. Яғни оның өзі қалай дамытады баланың фонематикалық есту қабілетін. Келесі кезең бірінші дыбысты ұста. Бұл ойыны 5 жастан бастап жастан асқан балаларға жүргізсеңіз болады. Себебі бала 5 жастан асқаннан кейін дыбыстармен, әріптермен танысады және дыбыстарды түсіне бастайды. Енді бірінші дыбысты ұста деген бір сөз айтасыз. Мысалы, сіз айтасыз, мен ш дыбысын, сен ш дыбысы сөздің басында келген кезде сен ұстап алуың керексің деу керексіз. Ал енді қараңыз, бірінші бір сөз айтасыз, арпа дейсіз. Жоқ, ол ұстамау керек. Келесі, шымшық. Сөздің басындағы дыбыс ш дыбысы, яғни соны ұстап қалу керек. Сол арқылы жүргізесіз. Бұл яғни 5 жастан асқан балаларға. Келесі 5 жастан асқан балаларға мына тізбек ойыны бар, иә? Тізбек ойыны дегеніміз, бала кез келген сөзді жаңағыдай шатастыратын дыбысты да алу керек. Одан басқа общий мынау барлық біздің 42 әріптегі дыбыстарды да алу керек. Яғни кез келген сөз айтасыз, жаңағы өзі қателесетін, шатасатын дыбыстан бастайық, жарайды. Мысалы, сағат деген сөз алайық. Сағат деген сөз айтасыз. Сағат деген сөз айтқан кезде ол басындағы дыбыс қандай дыбыстан басталып тұр, және соңғы дыбыс қандай дыбыспен аяқталып тұр, соны айта білу керек. Яғни сіз осы ойын арқылы ол өзі жаңағыдай сөзді айтады, қараңыз. Сағат дейді. Сосын айтады, тағы да өзін тыңдайды да ол кезде бала. Сағат. Сағат. Басында с дыбысы бар дейді. Сағат. Сағат. Соңында т дыбысы. Дәл осылай бала не істейді? Жаңағыдай өзге біреуді тыңдау арқылы фонематикалық есту қабілетін дамыта аламыз, және бала өзін есту арқылы не істейміз? Осы фонематикалық есту қабілетін дамытамыз. Түсініңіздер ме? Яғни осындай керемет ойын түрімен балаланың фонематикалық есту қабілетін дамыта аласыздар. Мектепке дейінгі кезеңде жүреді бұл кезеңдер. Енді тағы бір фонематикалық есту қабілетін дамытуға арналған өте бір қызықты ақпарат берейін. Негізі біз көру арқылы қабылдаймыз, иә? Чем бірінші естуге қарағанда біз көп нәрсені көру арқылы қабылдаймыз. Ал енді қараңыз, біз балалар, жалпы сіз сөйлеген кезде бірінші олар естуге не қылмайды, сіздің аузыңызға қарап тұрады. Яғни сіздің қалай айтып тұрғаныңызға қарайды олар, балалар. Сондықтан сіз осы фонематикалық есту қабілетінде сіз бірінші жасадыңыз ғой, жаңағыдай бір дыбысты алдық, иә? Сол дыбысты сіз фонематикалық есту қабілетінде сол дыбысты ажыратуды үйретіп жатырсыз дейді. Мысалы, ш дыбысын айтты, иә? Ш дыбысын сіз қалай айтылу керектігін айттыңыз, қалай тіл қалай тұру керектігін айттыңыз. Ол уже бәрін біледі да. Сіз жаңағы шана, ша деп айтқан кезде уже сіздің аузыңыздағы дыбыстардан былай қарап уже ажырата алады. Ол естімей, жаңағыдай көру арқылы ол айта береді. Яғни шапалақтай береді. Яғни есту емес, бірінші көру арқылы. Сондықтан да сіздер не істейсіздер? Келесі мына тәсілді қолданыңыздар. Басында сіз баланы дайындап алу үшін жаңағыдай осылай аузыңызды ашып көрсету арқылы жаңағыдай не дейміз, ауызды жаппай балаға айтып ойнасаңыздар болады осы ойындарды. Ал келесі сосын баланы осы ойындарды ойнап болғаннан кейін ауызды жауып қойыңыз. Яғни сіз өйткені бала ол жаңағы айттым ғой, бірінші көру арқылы қабылдайды деп, сол көру қабілетін және естуіне аударту үшін сіз не істейсіз? Ауызды жабасыз. Яғни ша, са, ш, с деген сияқты жаңағы буындарды, сөздерді, буын тіркестерін, сөздерді шатастыру арқылы ажыратуға осылай үйретесіз. Яғни фонематикалық есту қабілетін дамытудағы бірден бір жолы ол не істейсіз? Мынау ауызды, яғни көрсетпеу арқылы, яғни сіздің артикуляциялық аппараттарыңыздың қозғалысын көрсетпеу керек. Яғни жабу арқылы.
Және осы жабу арқылы ойын бар. Қандай ойын? Мысалы қараңыз, бір суретті көрсетесіз, бір заттың, бір ненің суретін көрсетесіз дағыны, аузыңызды жауасыз. Мысалы, ол мысық болсын дейді. Мынау мысық ба? Баладан сұрау арқылы. Ол жоқ. Уже көрдіңіз ба? Я деп қойса, сіз не істейсіз? Оның уже фонематикалық есту қабілеті дұрыс емес екенін білесіз. Яғни бұл ойын түрі сіз баланы тексеру, яғни диагностика деп қабылдасаңыз болады. Және осы диагностика ойын түрі арқылы сіз баланың фонематикалық есту қабілетін дамытатын бірден-бір жол, Қараймыз. Мытық? Жоқ. Мысық? Деп айтады. Келесі суретті аласыз. Дәл солай бірнеше суреттің түрлерін атау арқылы осылай бұрысын айтасыз және дұрысын айтасыз. Солай бала дұрысын табу керек. Осы ойын түрін қолданасыз. Енді сіз жалпы фонематикалық есту қабілетін қалай дамытуға болатын бірнеше ойын түрін білесіз. Яғни фонематикалық есту қабілеті дегеніміз не екенін білесіз. Және не үшін фонематикалық есту қабілетін дамыту керек екенін білесіз. Енді қараңыз, мектептегі бастауыш сыныптарда, бірінші, екінші сыныптарда, диктанттарда қате жібереді. Жаңағы осы қазіргі таңда өте көп қате жібереді және де өте көп сұрау болып жатыр да, яғни сұрайды. Балам осы диктантта өте қате көп жібереді, не үшін дегенде. Енді ол фонематикалық есту қабілетін тексеру керек баланың. Енді сіз мысалы жазудағы диктанттағы қате жіберулерді біз дисграфия, яғни жазудағы қателерді біз дисграфия деп айтамыз ғой. Енді қараңыз, дисграфияның өзі 3 кезеңге бөлінеді. Акустикалық, оптикалық, механикалық, Бірақ осылардың ішінде ең көп қате жіберетін ол акустикалық. Акустикалық ол дыбыстардың айтылуы мен дыбыстардың айтылуындағы ажырата алмауындағы. Осылар өте көп қате болады. Яғни осы акустикалық дисграфияның өте көп кездесетіні осы түрі да. Ал оптикалық дисграфия ол сіздің баладағы жаңағы оптикалық деген көру, бейнелеу арқылы қате жібереді, яғни дыбыстардың. Мысалы, П дыбысын И дыбысымен шатастырып жазады. Ол көру арқылы. Моторлы дисграфия дегеніміз ол мынау қол қимылының даммауы. Яғни қол қимылының даммауы емес, бұл қол қимылындағы қозғалыстарынан болатын дисграфияның түрі. Енді бұл осы моторлы дисграфияда негізінде жаңағы акустикалықта қосылып кетеді, оптикалықта қосылып кетеді, яғни ең күрделісі бұл осы түрі. Бірақ бізде ең көп қате жіберетіні ол акустикалық дисграфия, яғни ұқсас дыбыстарды шатастырып жазу, яғни шатастырып жазады. Не үшін ол шатастырып жазатынын түсіндіңіз ғой? Өйткені ол жаңағы мұғалім шана деген сөзді айтады, бірақ ол өзі айтқан кезде не істейді? Кейбір балалар бар, өзінің айтқаны бойынша, мысалы, өзі сана деп айту мүмкін, ол өзінің айтқанын естіп, ол сана деп жазады. Ал кейбір балалар жаңағыдай шана деп айтады, бірақ ол есту қабілетінде, жаңағыда көрдіңіз бе, фонематикалық есту қабілетінде ол сана деп сақталып жазылатындағыны, ол сана деп жазады. Сондықтан да міндетті түрде мынау фонематикалық есту қабілетін дамытуға арналған ойындарды міндетті түрде жасау керек. Яғни осы ойындарды жаңағы бастауыш сыныптағы балаларға да жасауға болады. Өйткені бұл ойындарды мектепке дейінгі кезеңде бұл ойын түрімен жұмыс жасалмаған, сондықтан ол мектептегі кезеңде осындай қателіктерді жіберіп отыр. Сондықтан сіздер, яғни диктанттағы қате тудырмау үшін неден бастау керектігін түсіндіңіз, яғни осы мектепке дейінгі кезеңде жүреді ғой мынау ойын түрлері, яғни бұл ойын түрлерін мектептегі кезеңде де қолдануға болады балаға. Енді сіз фонематикалық есту қабілетін не екенін білдіңіз, қалай дамытуға болатынын білдіңіз, дамытудың жолдарын, бірнеше ойын түрі арқылы дамытудың жолдарын білдіңіз, Енді сіз еш қиналмай жұмыс жасай берсеңіз болады. Сіздерге сәттілік тілеймін. Балалармен жұмыс жасаңыз, балаңызбен жұмыс жасаңыз, балдармен жұмыс жасаңыз, тек нәтиже көрсетіңіз. Сәттілік.